нәрсеге шақырам және осыны үлкен қателік деп санаймын. Ол не? Болашақта жарымды өзгертіп алам, тәрбиелеп алам деген ой қате деп түсінемді өзім. Бұл қарапайым бір мысалмен, белгілі жасқа келгенде бой өспейді ғой одан кейін. Кішіремесе. Сол сияқты бой қалай өспейтініне сіз қанағаттанып сендіңіз, қабылдадыңыз оның бойын. Басқа бүкіл жағын солай қабылдай алу керексіз ғой. Одан өзгеріс күтпеу керексіз. Москвичтің 120 спидометрі ертең күндердің күн 220 болып кетеді деп күтпейсіз. В один прекрасный день. Очнулся гипс деген нәрсе жоқ. Сондықтан да біздегі көп жігіттердің қателігі ертең тәрбиелеп алам, өзгертіп алам, ертең өзім дұрыстап алам деген нәрседен талай азаматтар, әсіресе ер адамдар опық жеп бармағын тістеп жүрген азаматтарды көріп жүрміз. Осы өзіміздің Қазақстанда. Бұдан не туындайды? Мысалға, сізге қандай қыз керек, сол қыз нақтылап алыңыз, тура дайынын іздеңіз, шама келгенше. Ертең өзгертемін деп өмір бойы өзгерту мен өміріңіздің миссиясы сол болып кетуі мүмкін. Әке-шешемен тұрмаймын деп айтты ол басында. Іштен етпейді, үйленгеннен кейін өзім қаратып алам ғой, тұрғызып алам әке-шешемен деген. Айта алмайсыз. Сол сияқты мына нәрсесі жоқ, өзім үйретіп алам. Андай нәрсесі жоқ, өзім өзгертіп алам деген нәрсе өте қиын. Адамды өзгертемін деген текке ол бір үміттенесіз. Үміттенесіз. Одан кейін ол болмай қалады. Сөйтіп ол кісіге ренжи бастайсыз ғой. Ұрыс шыға мүмкін. Содан кейін сіз күтіп жүрсіз ғой, әлі күтіп жүрсіз. Қашан өзгереді, әне өзгеріп қалама, міне өзгеріп қалама. Оны өзгерумен әлексіз. Ой, оны мысалға біреулер бар, қаншама нәрсесі бар, сонымен жұмыс істеп, әлі жұмыс істеп жатыр әйелінің минустарымен. Соны өзіне не қылып алғанда енді. Басында ол не деді? Енді бәріміз дайын қыз ала берсек, сонда оларды кім алады деді ғой, жақсы көріп тұрған кезде. Сезімнің жаңағы. Буыменен. Бәріміз енді бүйтіп алды ала берсек, сонда кім алады оларды? Ол да бір қазақтың қызы ғой деген сияқты. Үйленгеннен кейін дәл сол сөзді іліп қою керек деп ойлаймын. Ана жерге. Бәріміз дайын ала берсек, сонда бұл қызды кім алады? Бұл да қазақтың қызы ғой деп іліп қою керек. Немесе ана телефонын әрдайым еске түсіріп тұратын деген заметкаға. Яғни өзгертемін деген ойдан аулақ болсақ.